Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тіл үшін, ел болашағы үшін күрес жалғасуда. Сіздерге айтар бір жақсы жаңалығым бар. Қазақ өз жерінде 70%-ға жетті. Егемендік алған жылы 91 жылы қазақ өз жерінде 30% ғана еді. Және 80% ауылды жерде тұратын. Қазір 70% қазақ болдық, және қалалы жерлердің барлығында 70-80% қазақ болып жатыр. Бірақ баяғы жартас сол жартас. Қалада бұрын кеңес заманында қалай орысша сөйлесек, солай қалалы жердің көп жерінде, әсіресе орталық Қазақстан, солтүстік, батыс, шығыс Қазақстан жерлерінде қазақтар әлі күнге шейін көбісі орысша сөйлейтін болып жүр. Біз қазақпыз. Өз елімізде, өз жерімізде қазақша сөйлеуіміз керек. Мысалы, Европа елдерінде, Франция, Италия, неміс жерлерінде өз ұлттары 60%. Бірақ олар немісше сөйлейді. Германияда, Францияда французша сөйлейді. 100% ұлты бар мемлекет жоқ. Ресейдің өзінде орыстар 35-40% ғана. Бірақ барлығы орысша сөйлейді. Біз егемендік алдық, ел болдық, жеке. Халқымыз 70%-ға жетті. Енді біз өз тілімізге көшуіміз керек. Үлкендердің көбісі қазақша біледі екен, бірақ орысша сөйлейді балалармен. Ал жастардың көбісі орысша сөйлейді екен, қазақша сөйлей алмайды. Балаларды қазақша үйрету ол ата-ананың міндеті. Балаларға тәрбие беру қазақи. Барлық жерде қазақтар қазақпен қазақша сөйлесу керек. Қазақша сөйлей алмаса да, онымен қазақша сөйлесе беріңіздер. 99% қазақтың қазақша түсінеді, сөйлей алмаса да. Бірақ ол орысша сөйледі деп сіздерде орысша сөйлей бермеңіздер. Олармен қазақша сөйлесіңдер. Олар орысша сөйлеп тұрса, сіздер қазақша сөйлей беріңіздер. Сөйтіп қана біз оларды қазақшаға үйрете аламыз. Олар орысша сөйлегенге біз орысша сөйлей беретін болсақ, онда олар ешқашан қазақша сөйлемейді, қазақша үйренбейді. Қазақ тілі үшін күресу үшін ең басты бағыт осы. Орысша сөйлеп тұрған қазақпен қазақша сөйлесе беру керек.